Есіңді жиып бүкіл өміріңді бүгінгі күнім деп есептеп көр. Енді өзіңе өзің қарап көрші. Осы күніңді қандай құмарлықтың артында өткізіп жатыр екенсің? Ей ғапыл адам, тәкаппарлықтан, менмендіктен арылып, қажетсіз нәрселерді доғар. Сонда саған Тәңірдің рахымы жауады. Кім құрмет көрсетсе, өзі де құрмет көреді. Мәулана Румиден 7 өсиет. Жомарттық пен көмек көрсетуде аққан су сияқты бол. Мейірім мен қайырымдылық танытуда күн сияқты бол. Өзгелердің қателіктерін жасыруда түн сияқты бол. Ашу мен ыза қысқанда өлі сияқты бол. Кішіпейілділік танытуда топырақ сияқты бол. Шыдамдылық танытуда теңіз сияқты бол. Кім болсаң, о бол, не болғаныңдай көрін, не көрінгеніңдей бол. Тәніңді шектен тыс асырып, сәндеуді көздеме. Өйткені соңында ол топыраққа айналады. Көңіліңді жетілдіруге тырыс. Өйткені ұлық орындарға баратын, сондай-ақ абыройға бөленетін де сол көңілің. Мәулана Румиден 5 кеңес. Білгеніңді жеткіз, бірақ ақыл айтуға талпынба. Айтылған нәрселерге құлақ сал, бірақ бәрін дұрыс екен деме. Ұмытпа, үнсіздік надандықтың, ал көп сөзділік білімдіктің нышаны емес. Бір кісіні төмен санау ақымақтық, ал өте жоғары санау кейде қорқақтықтың белгісі. Батылдық ақылдылықтан туса батырлық, ал ақымақтықтан туса надандық. Ең қиын 3 нәрсе: сыр сақтау, қорлықты ұмыту, уақытты дұрыс пайдаланбау. Көз Құдайдың құдіреті мен өнерін көру үшін берілген, ал дос жардың айыбын көру үшін емес. Адамға шабатын арыстаннан жүк таситын есек артық. Бағы тайған балықшының қармағына телегей теңізден де түк ілінбейді. Күн шыққанда шамның қажеті шамалы. Темір шеге тасқа кірмейді. Ақыл надан басқа кірмейді. Ақылды көптің көңілін аулар. Күншіл болса, жоқты даулар. Көрем десең табиғаттай зергерді, сапар шегіп аралап көр жер-жерді. Қадіріңді кетірме, ол сенің таптырмас байлығың. Жаман әйел жақсы еркектің соры. Қу тамақтың қамы болмаса, құз тозаққа түспес еді. Сорлы есектің құны жоқ, жүк көтерер күші қымбат. Тайып бара жатқанға таяныш бол. Амалы таусылған дұшпан шын достыққа көшеді. 3 нәрсе баянсыз. Бірі саудаға түспеген мал. Екіншісі таласқа түспеген ғылым. Үшіншісі саясаты жоқ патша. Өзіңнен қорқатын адамнан сақтан. Мәуесі көп ағашқа тас та көп тиеді. Отты сөндіріп, қозасын қалдырма. Жыланды өлтіріп, баласын қалдырма. Өзі тамаша адамның жары да тамаша болуға тиіс. Жақсы адам өзінің жыртық тонымен де сыйлы. Өз-өзіңе саулық тілесең, көп жеме. Тәрбиенің бірінші шарты балаға жақсы есім беру. Жыланды қанша аяласаң да уын шашады.
Сіздегі бар нәрсе өзіңізге елеусіз көрінгенімен, бұл өзгелер үшін арман. Өткеніңізге жабыса бермеңіз. Бәрібір оны түзету мүмкін емес. Неке ағаш тәрізді. Оның мықтылығы жарқын күндерде емес, боранды түндерде сыналады. Ақымақ әйел күйеуін өзіне бағындырғысы келеді. Ақылды әйел күйеуімен бірге жүреді. Ал дана әйел күйеуін еркіне жібереді. Қателік істемейінше бәріне жақсы көрінесің. От жағу үшін отын керек. Жүрек үшін жылы сөз керек. Жұлдызды көру үшін жарық емес, қараңғылық керек. Досты тану үшін қуаныш емес, қиындық керек. Кімге мына 5 нәрсе берілсе, ол адам бақытты. Деннің саулығы, сенімді болуы, ризықтың көптігі, мейірімді және сенімді жары болса, өзі сабырлы болса. Уақыт ағымынан үйренбегенді ешқандай ұстаз үйрете алмайды. Арлы адам ең күшті адам. Өйткені ол өткінші бақыттың, өткінші қайғының ырқына мойынсынбайды. Сондықтан да оның тағдыры қиын болуы, ауыр болуы мүмкін. Бірақ өкінішті болуы мүмкін емес. Өмір кеме, жүзем онда демеңіз. Ізгіліктен жасалмаса кемеңіз.